Ассалаумағалейкум қазақ елі. Достар, бізге шағалға қарсы полиуретанды пленкамен қауіпті аймақтарын қорғауға Tesla модель 3 келді. Бұл көлікке кішігірім шолу жасап көрейік. Кеттік. Есік тұтқаларынан басылсақ болады, өзі бір ерекше. Яғни мына шетін басып, былай ашасыздар. Достар, бұл көліктің багажнигі кең, орташа көліктегі багажниктермен бірдей іші. Және де қозғалтқышы жоқ болған себепті алдында да багажнигі бар. Есікті ішінен де бастырмамен ашса болады. Бет бассаңыз есік ашылады. Ал егер де достар сіздің аккумуляторыңыз отырып қалса, бұл бастырма істемей қалса, бұған арнайы механикалық тұтқасы да бар. Мына жерден бет көтерсеңіз ашылады. Салонның іші минимализм стилде істелінген. Барлық басқару дисплей арқылы болады. Мысалы өздеріңіз қарасаңыздар болады. Мысалы көліктің рулін мынау басып арнайып, мына жердегі арнайы бастырмамен жоғары көтересіз, немесе түсіресіз, болмаса артқы алдыға жылжытасыз. Және де тек қана рульде емес, көліктің артқы көрініс айналарында анда жақта қарасаңыздар болады. Осы дисплей және де мынау кішігірім бастырма арқылы басқарса болады. Және де көліктің жүріс режимін ауыстыруға болады. Достар, бұл көлікте егесінің айтуы бойынша 500 аттың күші бар екен. 100-ді шамамен 4,5 секундта алады екен. Және де жалпы толық зарядка қалай болады? Зарядка на казахском как будет? Толық қуаттанғаннан кейін 550 километрге жетеді екен жүруі. Енді ол жүруіне де байланысты болса керек, кей кезде аз, кей кезде көп болуы керек. Кесі, ойнаймыз. Көрпенің аяқ жағын жауып жан, қобыжы ояу және ашулы, олайға тартуда, және жолы жоқ одан қашуда. Бұл көлікте арнайы өзінің заставкілері бар. Яғни, мысалы, бүйтіп, каминді қойып қойсаңыз болады. Және де оттың дыбысы шығып тұрады. Сосын көліктің өзі сізге мына жақтан жылу беріп тұрады. Бір шынымен де каминнің алдында отқандай сезім береді екен. Өте керемет. Өзің келдім қарауымен, жұлдызнама айтып өтіп, бүгін кейін түсетті. Сенге түсіп кетті, мен дұрыс түсінбеппін. Наны көтер алып кет, Илья, Ильин, қытайша білем, ше-ше, инин. Давай кеттік. Достар, және де егер де достарыңызбен әзілдескілеріңіз келсе, мынандай қызық, бұның ішінде приложение бар екен. Яғни көлікке отқан кезде кез келген отырған жерге мынау қоясыз. Және де осырықтың дыбысы шығады. Бір жолдастарыңызбен біреуінісінен приколтасасаңыз болады. Мынан қараңыздар қандай дыбыстар бар екен. Бұл қысқа осырық десе болады. Мынау сәл ұзындау. Мынау бір горох жеген болса керек. Ох, мынау осырықты мына жерден естіген сияқтым дегенсің ба? О, мынау іш өткен адамның осырығы. Жалпы осындай қызықтар бар екен. Достар, көліктің еденінде батарея болған себепті, көліктің едені сәл жоғары, сол себепті отқан кезде аяғыңыз сәл көтеріліп отырады екен. Алыс жолда бұл сәл ыңғайсыз болуы мүмкін. Сосын екінші ерекшелігі, көліктің төбесінде толық шиша, яғни панорама. Бірақ басқа көліктердегідей матамен немесе басқа нәрсемен жабылмаған. Сол себепті жазда қалай болады десеңіз, менің білуім бойынша көліктің төбесінде арнайы бұғаттағыш бар, яғни ультрафиолетті 99%-ға бұғаттайды. Бірақ ол шын мәнінде қалай жұмыс істейтін, оны Шымкенттің шілдесі көрсетеді. Көліктің бағасы біздің теңгеге шаққанда 32 миллион теңге болыпты. Достар, қалай ойлайсыздар? 32 миллионға тұрарлық көлік па? Егер де 32 миллиондарыңыз болса, осындай Tesla алар ма едіңіздер? Комментарийға жаза кетсеңіздер болады.